Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе, аспанға қарай оқ атсаң, қайтып жер өзіңе. Ассалаумағалейкум, Алталаш. Бүгін Силкой халықаралық университеті мен Шымкент қаласы жастар ресурс орталығының бірге қолға алған жастардың айтары бар жобасының қонағы Еңбекші ауданының әкімі Ғалымжан Ильяс мырза. Қош келдіңіз. Жалпы Ғалымжан аға, сізді бүгінгі сұхбатқа шақыруымыздың негізгі мақсаты бүгінгі сұхбатқа қойылып отырған жастар және жақсылық тақырыбында кеңірек әңгіме өрбіту. Олай болса сұрақтарға көшейік, рұқсат қойыңыз. Жақсы. Алғашқы сұрақ былай аға. Жақсылық жасау ұғымының мәні неде? Жалпы адамдар не үшін жақсылық жасайды? Жақсылық неге керек? Жақсылық деген ұғымның өзі бұл бір жеке адамға немесе жалпы қоғамға пайда беретін іс-әрекет болу керек енді. Жақсылық жасау жалпы дамудың өзі негізі осы жақсылық жасаудан тұратын шығар. Өйткені жамандық ұғымына келетін болса, ол зиян келтіретін іс-әрекеттер. Зиян келтіретін іс-әрекеттер ол бір дамуға бір пайдасын алып келетін мәселе емес. Сондықтан енді жақсылық бағана жаңа өзіңіз басында айттыңыз, жақсы жасаң өзіңе, жаман жасаң өзіңе деп. Оның түпкі мағынасы бұрыннан біздің атам қазақтың айтып келе жатқан сөзі. Түпкі мағынасында бұл не істесең де өзіңе қайтады деген сөз бұл. Енді дамудың басты негіздерінің бірі адамның іс-әрекеті. Қай жағдайда болса, еш нәрсе істемейтін болсаңыз, ол зияны болмаса пайданы алып келмейді. Сондықтан ал жақсылық әрекеттер ол әсіресе қоғамға пайда алып келетін іс-әрекеттер, бұл қоғам дамуына өзі дұрыс әрекеттерін жасайды. Ол солай түсінеміз. Жақсы, жаңа бір айқындай кетсек, әрбір жасалған жақсылық өзіңе қайтып келеді. Бұл енді осыған дейінгі ғалымдардың бәрі айтып жүрген нәрсе ғой. Енді өзіңіздің осы уақытқа дейін енді ел ағасы жасқа жетіп қалдыңыз. Осы уақытқа дейін бір жасаған жақсылығыңыз алдыңызға қайтып келген бір керемет сәттер болды ма? Ол осы нәрсені түртіп алып, қап мынау осындай нәрсені айқындап тұр екен ғой дейтін. Енді адамның өмірінің бәрі ол сабақ қой адамның өзіне. Бірақ бір жасаған жақсылығы маған қайтып келсін деп жасайтын болсаңыз, ол сіздің көзбояушылық ретінде болады. Сондықтан адам ол маған қайтып келсін деп емес, осы пайдасы тисін деп жасау керек жақсылықты. Әрине әр жасаған әрекеттің өзінің қайтарымы болады. Былайша айтқан кезде энергетикасы болады. Сізге сол істеген жақсылығыңыз қайтып келмесе де сізге зиянмен қайтып келмейді. Былайша айтқан кезде. Қазақта жақсы сөз бар ғой, мынау таспен ұрған аспен ұр деген. Сізге жаманды жасаса да, сіз егер өзіңіздің мынау адами тұрғындағы қасиетіңіз жоғары болатын болса, сіз әрдайым оған жақсылықтан қайтарасыз. Сонда ғана түрінде сол сіздің жасаған жақсылығыңыз өзіңізге қайтады, өзіңізге қайтпаса сіздің кейін ұрпағыңызға қайтады. Бірақ енді мен бір нақты мысалы мен мына адамға жақсылық жасадым, ол маған қайтып жақсылық деген мысалы келтірудің өзі ұят шығар енді. Бәлкім. Адам жақсылық жасайтын болса, ол өзі үшін жасау керек. Басқаға зияны тимесін, қоғамға зияны тимесін деп. Жақсылығы аман сау жүргені, сол қайтқаны болу керек. Мен өзіме келетін болса, мен мемлекеттік қызметте істеп келе жатырмын. Сол іс-әрекетіміздің арқасында шығар осы жаңа қызметте жүргеніміз, басқа кісілердің зияны тимеуінің мәселесін. Сондықтан мен бір адамға мынандай жақсылық жасадым, ол маған қайтарды деген бұл сауда мәселесі емес қой. Сондықтан қандай әрекет жасасаңыз да оның қайтарымын күту емес, соның нәтижесін күтіп жұмыс жасау керек шығар. Жақсы. Қайсы бір мағынада жақсылық есепке тәуелді емес. Солай қорытындылауға болады ғой деймін. Иә. Енді жақсылық не екендігін өзімізше тәспірлеп алдық, түсіндік. Енді жақсы ат деген ұғым бар, жақсы кездік деген ұғым бар, жақсы жар деген ұғым бар. Жалпы көп нәрсеге біз жақсы деген тіркесті қосып айтамыз. Енді айтыңызшы, осы жақсы деп аталатын дүниелердің барлығының бір ортақ ұқсастықтары бар ма? Жалпы жақсы болу үшін не істеу керек? Іс-әрекетіміз, жарымыз жақсы болу үшін, кездігіміз жақсы болу үшін, ең берісі киіміміз жақсы болу үшін не істеу керек?
өзің жақсы болу керек шығар. Bir ауыз сөзбен айтқан кезде. Енді мынау бір затты сіз қарайтын болсаңыз, біреу сізге айтып, мынаның реңі ақ деп, біреу ол ақ емес, кішкене бір қызғылттау деп айтуы мүмкін. Сондықтан ол адамның өзінің көзқарасына да байланысты. Жаңа сіз жақсы болмау. Бала шағаңыздың отбасының жақсы болуы біріншіден отағасына байланысты болады. Егер қарым-қатынас отбасыда дұрыс, мынау былайша айтқан кезде ауа райын қалыптастырсаңыз отбасыңызда, жарыңыз да жақсы болады, перзентіңіз де жақсы болады. А егер сіз өзіңіз дөрекі болсаңыз, өзіңіз перзенттеріңізге үйретеріңіз болмайтын болса, онда ол енді жақсылық алып келмейді. Перзентіңіз де жақсы болмайды, жарыңыз да жақсы болмайды. Мынау жар таңдауда адамның өзіне байланысты. Қызмет таңдауда сондай, жолдас, дос таңдауда барлығында ол тек қана жаңа сіз айтқан сөзіңізге байланысты айтып жатырмын. Бірінші кезекте өзің жақсы болсаң, өзің үлгі бере алатындай жағдайда болсаң, сен жаңағы өзіңнің адами қасиетіңмен, сонда сіздің араласатын адамыңыз да соған еліктеп, ол адамды жақсы болады. Егер сіз өзіңіздің бір пайдаңыз үшін араласатындай жағдай болатын болса, мейлі жаралған кезде де сіз жаңағы өзіңіздің пайдаңызды ғана ойлап, дос таңдаған кезде, жолдас таңдаған кезде, қызмет таңдаған кезде де сіз егер пайданы ойлап сол нәтижеге жетемін десеңіз, онда ол жерде жақсы жолдас та, жақсы қызмет те, жақсы жар да, жақсы перзент те болады. Демек, адамның өзінің жақсы болуы іс-әрекетінің толықтай жақсы қылып көрсетуінің дәлелі болады. Адам жақсы болмай, ештеңе жақсы болмайды, менің түсінігім бойынша. Жақсы. Қарашы, жастарға байланысты түрлі сыни пікірлер бар. Ол нәрсеге шынайы үйлесіп қарайтын болсақ, расымен жастардың барлығы бірдей оңып тұрған жоқ. Әрине, бес саусақ бірдей емес, ол нәрсеге келісу керек. Бірақ жастардың әрине жақсы деген түсінік бар кезде, жаман деген түсініктер өзінен өзі пайда болады. Жастардың жақсы болмауына не нәрсе кедергі? Енді барлық кезде айтылатын әңгіме біздің жас кезімізде басқа еді деп айтады. Уақыт өте келе сіздер де сол әңгімені айтасыздар. Біздің кезімізде жастар басқа еді, біз дұрыстау едік деген сияқты. Енді заманның ағымына қарай өзінің бір түсінік қалыптасатын шығар енді. Музыканы алып қарасаңыз да, өнерді алып қарасаңыз да, уақытысында жаңағы жылдан биді жақсы көрген болса, кейін жай биді жақсы көрген мүмкін. Жаңағы техно деген шықты, аты көп қой қазір жаңағы билердің. Сондықтан ол бір жақтама қарап болмайды, ол адамдардың жаңа ғана сізбен біз айттық, адамның жақсы жаман болуы өзіне байланысты. Сондықтан ол ортаның өзін, ол жақсы жамандығын емес, түсіне түсінбеу де шығар. Иә. Өйткені ана жасы үлкен адамдар көбінесе іздейтін өзін тең іздейді, дұрыс па, сұхбат құратын адам. Сіздерден бұл мәселеде күрделі мәселе емес, өйткені сіздердің қатарларыңыз өтті. Жасы үлкейген сайын өзінің қатары азаяды да, бір тақырыпта әңгімелесетін, сол замандасын түсінетін адам азаяды. Жастардың енді жаманы деген адам жаман жоқ, енді оны соны тәрбиелейтін қоғамның да бір әсері болатын шығар. Жаңағы айтып отырсыз ғой сіз жастарда. Қазір түрлі сіздер қызығушылық тақырыптарыңыз бар, мысалы өздеріңіздің. Біреулеріңіз жаңағы өнер болатын болса, біреу білім болмаса, қазір мынау заманның талабына сәйкес жаңа ағымдарға жаңа жетелейтін жағдайлар бар. Бұрынғы кезде жаңа табиғаттың суретін салып, соған жақын болатын болса, қазір көп адам түсіне бермейтін абстракция деген мәселелер пайда болды. Сондықтан енді жастардың да сол қандай болса да соның жақсы жағын тауып, жақсылыққа сүйрейтін адамдарды көбейту керек. Сонда біз
қоғам жақсарады дейсіз ғой. қоғам жақсарады сонда. Тарихты ашып қараса жалпы жақсы атпен қалған кісілердің саны көп. Аллаға шүкір дейік. Бірақ енді қараңыз, тарихта жақсы атпен қалу үшін не істеу керек? Екінші осы тұста сыни пікір бар әрине. Себебі тарихтың бәрі ақиқатқа негізделген бе деген. Енді тарихта жақсы атпен қалу үшін енді бірінші кезекте шынайы адал өмір сүру керек шығар, адамның қоғамға пайдасы тиіп. Енді ол біз бұрынғы өткен ғұламаларды алатын болсақ, олармен тарихта атым қалсын деп өмір сүрген жоқ барлығы. Сол өмірге қызығушылықтары өте жоғары болды, ізденушіліктері өте жоғары болды, ақиқатты көп іздеді осылар. Сол ақиқатты іздеу жолында істеген әрекеттерінің арқасында осы тарихта аттары қалды. Мынау медицина ғылымдарының негізін қалаған Авиценнан алсаңыз да, біздің мына Әл-Фараби бабамызды алсаңыз да, бұлардың барлығы менің атым тарихта қалсын деп өмір сүрген жоқ. Бұлардың барлығы осы өмірде шындықты емес, ақиқатты іздеп, сол ақиқатқа жетсем деп өмір сүріп, соның жолында өздері әрекет жасады, соны іздеді, өмір бойы іздеумен өтіп. Соның арқасында көп ғалымдар жазды, өзінің артында ізін қалдырды, сонымен аты қалды. Енді біз қазір мына биылғы жылы бірнеше ғұламаларымыздың мерейтойларын атап өтеміз. Біздің Абай атамызды өте өзінің артында көп адамдардың жете түсіну қиын білімдерін қалды. Менің Абай Қалшабек дейтін ақын інім бар. Содан мен сұраймын жаңағы Абай зерттеу мәселелерінде. Абайды зерттейтін адам туыла қойған жоқ Абайға дейді. Неге десем, Абайды жетік білу үшін араб тілін білетін, жетік білетін адам. Дін жетік білетін, одан кейін біздің ұлттық салт дәстүрімізді жетік білетін адам болу керек дейді. Сонда ғана ол Абайды зерттеп түсінуі мүмкін. Сондықтан ол Абайды өзінің заманында мен атым қалсын деген жоқ. Осы қалайда қазақ білімді болса, мынау әлемнің көшінен артта қалмаса деп еңбек етіп, өлергенше өткен азамат. Артында өсиет қалдырып, былайша айтқан кезде оқыстың ақиқатты іздеп өткен азамат. Сондықтан ол адам соңында өзінің тарихта аты қалу үшін шынайы өмір сүріп, сол ақиқат жолында өзін еңбек ету керек шығар, сонда ғана аты қалады. 21 ғасыр болды қазір. Ғалымдар ақиқат тапты ма? Өте қиын сұрақ қойғансыз, ақиқатты тапқан адам жоқ шығар. Ақиқатты білетін бір алла шығар. Өзі бізде көп жағдайда мынау шындық пен ақиқатты бізде шатастыратын жағдайымыз болады. Шындық дегеніміз ол бір адамның көзқарасы. Енді мына егер осы мына қалам сақталатын болса, қаламды алатын болса, бұны былай қараған адам сызық түрінде көреді. Былайдан қарасаңыз домалақ түрінде көреді. Бірақ ақиқатында бұл домалақ та емес, сызық та емес. Ақиқатында бұл жаңағы біздің қаламымыз. Сондықтан ол ақиқатқа мен жеттім деген азамат бүгінде жоқ шығар. Сіздің ойыңызша өмірдің ақиқаты не қазіргі? Тек сіздің ойыңызша, әрине ол қатып қалған қағида деген түсінік жоқ, себебі әлемде 8 миллиард адам бар. Әркімнің өз шындығы бар, өз ақиқаты. Өмірдің ақиқаты деген ол сіз өте қиын сұрақ бұл. Сізге ол бір ауыз сөзбен жауап берудің өзі мүмкін емес шығар бұған. Жақсы. Енді шындық пен ақиқаттың негізінде тағы бір сұрақ туындады. Әрине мақсатымыз сізді тани түсу және сізді таныта түсу. Және сізді тану арқылы өзімізге үлкен бір сабақтар алу. Себебі қарапайым жай адам әкім деген атта оттық. Оның бір үлкен бір құпиясы болады. Енді айтыңызшы, жақсы адам деген түсінікті өзімізше топшыладық. Өмірдің ақиқаты туралы әңгіме айттық. Енді жақсы әкім болу үшін не істеу керек? Енді
әкімнің адамнан айырмашылығы жоқ. Мен бағана айтқан ұстаным Әрине. ол ешқандай бір өзге басқа әңгіме айту болмайтын шығар. Енді ол жоқ, айтайын деген мынау ғой, жақсы адам деген талап басқа да, жақсы әкім деген критерий басқа. Екеуі де адам, жарайды, бірақ екеуіне екі түрлі критерий беріледі. Сіздің ойыңызша жақсы әкім болу үшін не істеу керек? Ол қалай, қандай дәрежеде болу керек? жоқ, ол мен жаңа тағы да қайталап айтамын, ол екі ұғымды бөлуге болмайтын шығар. Әкім де адам. Әрине. Кез келген салада, мейлі ол дәрігер болсын, мейлі ол жаңа оқытушы болсын, ол сол саланың маманы болу керек, істеген жұмысына берілген адам болу керек. Одан кейін соның жұмыстың нәтижелігінде көрсете білу керек, сол деңгейде жұмыс жасау керек. Енді мемлекеттік қызмет бұл әр адамның жаңағы мақсаты, сол мемлекеттік қызметті белгілі бір дәрежеге жету, өзіне мақсат қойып, сол мақсатқа жету жолында жұмыс жасау. Енді сіз егер ұстаз болсаңыз, сіздің мақсатыңыз мынау білімді азаматтарды тәрбиелеу болады. Дәрігер болсаңыз, сіз халықтың денсаулығын, түпкі нәтижесі оны емдеуіміз, халықтың денсаулығын жақсы жағдайға келтіру. Енді әкімдердің міндеті бұл жалпы халықтың өмір сүру деңгейін көтеру мәселесінде. Сол тұрғыда жұмыс жасап нәтижеге жететін болса, ол да сол бір жақсы адам болады. Қалай ойлайсыз? Енді әрине әркімнің өзінің аурасында ғой. Бүгінде сіз басқарып отырған еңбекші ауданында халықтың тұрмыс тіршілігін көтеру үшін қандай жұмыстар атқарылды? Жалпы бізде қазір мемлекет бойынша барлықтарыңыз білесіздер, халықтың тұрмыс деңгейін көтеру бойынша жалпы бір 12 бағдарлама бар. Бұрын өте көп болатын, кейін соның бәрін басып біріктірді. Сол бағдарламалардың шеңберінің барлығында Қазақстан сияқты біздің Шымкент қаласында жұмыстар атқарылып жатыр. Соның ішінде бірінші кезекте тұрмыс жағдайын жақсарту мәселелерінде. Ол ауыз су мәселесі, сапалы ауыз сумен, сапалы электр қуатымен қамтамасыз ету, табиғи газ, сапалы жолдармен қамтамасыз ету мәселелері. Биылғы жылы мынау пандемияға байланысты барлығымыз жақсы білеміз, экономиканың дағдарысқа ұшырамас үшін мемлекеттің резервінен жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы өте көп қаржы бөлінді. Соның арқасында қаладағы көп жылдан бері шешілмеген инфрақұрылымдық мәселелер шешілді. Соның ішінде біздің еңбекші ауданында бар. Бізде жалпы аудан бойынша ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейі бұрын 93% болатын болса, биылғы жылдың қорытындысымен біз сол 96%-ға жетеміз деп отырмыз. Себебі мендегі Базарақпа, Абдуллабад, Тұрдабад, Бадамбір деген елді мекендерде ауыз су мәселесінде Бадам 2 деген тұрғын алаптарда оларды биылғы жылы қомақты қаржы бөліп энергетика басқармасына ауыз су жүйелері. Электр қуаты бойынша бізде 88% сапалы электр қуатының қамтамасыз етілген болса, жылдың қорытындысымен 93%-ға жетеді деп отырмыз. Оның ішінде бізде тек қана бюджеттің есебінен ғана емес, 10 шақты транзиттің бізде инвестициялық өзінің міндеттемелері бар. Соның шеңберінде елді мекендердің бұрынғы жеке жүйеде жүргізгендерін ауыз су жұмыстары жүргізіп жатыр. Оның ішінде бізде Жыланбұзған, жаңағы Қарабастау, Базарақпа, Тұрдабад, Бадамбір деген елді мекендерде, Бадам 2 деген елді мекендерде сол жұлдыз тұрғын алабында осы электр қуатының құрылыстары белгіленді. Жақсы. Бір сөзбен айтқанда жұмыстар жүргізіліп жатыр, жақсы. Оның барлығы енді мен бұрын әкім болмай тұрып, өзімнің әкім партия қызметінде істеген. Ол кісі жаңағы теледидардан әкімге рахмет, свет кіргізіп берді, су кіргізіп берді, мектеп соғып берді десе ашуы келетін еді. Сонда қалтасындағы ақшасына соғып берді ма, жоқ немесе кірпішін қолынан қалады деп. Сондықтан бұның бәрі ол мына атқарушы биліктің істеп жатқан жұмысы, бірақ бұның бәрі осы мемлекеттегі барлық халықтың еңбегінің арқасы болып келеді түбінде келген кезде. Сондықтан ол жаңағы оны әкімшілік істеді немесе жаңағы жеке
энергетика басқармасы деп те айтуға болмайды. Жалпы мына биліктің атқарып отқан жұмысының арқасында атқарып жатқан жұмыстар. Жақсы. Егер қандай да бір сол аудандардағы мәселелер кездесіп жататын болса, сіздің текке өзіңізге телефон номеріңізге қоңырау шалуға жағдай жасалған, мен естуім бойынша. Жақсы. Олай болса, негізгі бөлімнің соңғы сұрағы деп қараңыз. 2020 жыл Шымкент ТМД мемлекеттерінің мәдени астанасы болып бекітілді. Осыған байланысты Шымкенттің мәдени астана есебінде көркеюіне еңбекші ауданында қандай шаралар жүзеге асады, дәл мәдени бағытта? Мәдени бағытта бізде көпшілік шараларды барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Биылғы жылы індеттің таралуына байланысты олардың барлығы тоқтатылды. Бірақ мына біздің аудан өндірістік аудан. Жалпы негізі қаладағы өндірілетін өнімнің негізгі бөлігін беретін болса, біздің аудан салықтық түсімдерді. Мәдениет саласына келген кезде біздің ауданда мемлекеттік мәдени мекемелер жоқ демес. Оны шешу үшін қазір мына қаланың әкімі болған дейін айтылған. Мына үлкен бізде шағын аудандардың орталығында орналасқан Қосқышқар мәдениет сарайы бар. Қосқышқар сарайы. Соны қазір мына республикалық меншіктен қалалық меншікке алып, соны қайтадан қалпына келтіру мәселесіне сұрақтар көтеріліп жатыр. Осы бір ай бұрын ғана шешім қабылданған. Бізде Қазығұрт аумағында бізде 9 елді мекенде Қазығұрт мәдениет сарайы бар. Соның мемлекеттің меншігіне алу жөнінде шешімдер қабылданды. Сонымен қатар қазір бізде оңтүстік шағын ауданында орналасқан бұрынғы химик мәдениет үйі бар. Сонда мемлекеттің меншігіне алып, соны жаңағы кәдеге жарату мәселелері қаралып жатыр. Енді мына мәдени астана жылында бұл басты мақсат әрине бұл жаңағы ғимараттарда болмаса іс-шара өткізу емес қой. Жалпы бұл қаладағы біздің халықтың мәдени деңгейін көтеру мәселесі. Енді мына індеттің өзі де біздің біраз тәртіпке келуімізге де өзінің ықпалын тигізген, оны бәріміз мойындауымыз керек шығар. Соның ішінде мына адамдардың сақтану шараларын сақтауының өзі де сол біздің мәдениетімізді көтеруге алып келді десек болады. Сондықтан ол жаңағы нақты бір бізде мынандай бір үлкен іс-шара өтті деп емес, жалпы мына халықтың мәдени деңгейіне барып тоқталып айту керек шығар. Биылғы жылы біздің енді былайша айтқан кезде денсаулық сақтау саласындағы мәдениетіміз өсті деп айтсақ. Керек. Өте тапқырлықпен берілген жауап деп қарауға болады. Себебі бүгінгі таңда қаладағы жалпы біраз үлкен кісілер көтеріп жүрген мәселе, одан хабарыңыз бар шығар. Жақсы, олай болса біз екінші кезеңге өтейік. Екінші кезең философия майдан деп аталады. Енді философия халықаралық термин, солай деп алуға тура келеді. Бұл ереже бойынша құрметтілер, қазір бізге Ғалымжан ағамыз менің қойған сұрағыма 30 секундта жауап беру керек. Дайынбыз ғой аға? Сенімсіз бе өзіңізге? Жақсы, бастайық. Алғаш сұрақ былай. Қазақ әдебиетіндегі сізге ең жағымды образ? Енді менің бір қызығы оқыған кітаптардың бірі бұл Абай жолы кітабы, сода Абайдың өзі шын мәнінде. Бірақ енді өкінішке орай бұрынғы білмейтін, мен бір 5 жыл болды бұдан хабар болған. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің жазған кезінде ол кезде цензура деген мәселе бар еді. Сонда советский реализм деген мәселе, соның арқасында біз Абай жолын оқыған кезде Құнанбайдың образы бізге теріс жағынан көрсетілген. Ал ақиқатына келген кезде бірақ соның өзінде де Мұхтар Әуезовтің шеберлігі шығар. Құнанбайдың сөзін келтірді ғой, егер Абайға айтты деп жауабын келтіріп, егер мықты болсаң Абайды жаңа перзент дүниеге келді. Сондықтан менің Нұралы дейтін танитын кісім бар, ол кісі сол Мұхтар Әуезовтің қолжазбасын оқыған екен. Сол кісімен бар екеуміздің арамызда сөз тартыс болып қалды. Сол кезде Абай жолындағы Қодардың образына келген кезде біз жаңағы мен айтам ғой, Құнанбайдың теріс жағын еді. Сонда ол жаңағы қолжазбасын оқыған айтпастан екеуміз біразға дейін айтып барып, кейін барып айтып мен қолжазбасын оқыдым.
бұл жерде қодардың шын мәнінде жаңағы өзінің келінімен жаңағы жапқан жала емес, оған дейін жаңағы қодарды ол батыр екенін біледі. Жаңағы тас боранмен ұрып өлтіргенге дейін ол 3 рет тексеру жүргізіп, соңында өзінен сұрап, өзі мойындағаннан кейін барып ол барған тірлік деп түсіндіріп айтты. Сондықтан маған енді сол ішіндегі өте жағымды кейіпкерлердің бірі сол Абай. Иә. Жақсы. Екінші сұрақ. 30 секундта жауап беруіңіз керек. Қанның тазалығы немен өлшенеді? Қанның тазалығы сіз қай тұрғыда айтып отырсыз? Тектілік. Тектілік тұрғыда бұл адамның сол өзінің мына ата тегінің қалыптасқан қасиеттерін бойына сіңіріп сақтау, соны өзінің ұрпағына тарату керек. Нені армандайсыз? Енді әр адам сияқты мен әке-шешемнің амандығы, бала-шағамның амандығы, солардың болашағының дұрыс болғанына. Анаңызға қандай жақсылық жасауды арман етесіз? Енді адамның қолынан келетін мәселе емес бұл енді. Алладан сұрайтын сол кісінің өмірін ұзақтығын тілейміз, әкеміздің де анамыздың. Пара алып көрдіңіз бе? Пара деп сіз нені түсінесіз? Егер менің қызмет барысындағы жаңағы тұрмыс төмен отбасыларға кәсіпкерлерден біз алып берген көмегімізді солай деп есептейтін болсаңыз, онда ол біз алдық болып есептейміз. Ол нәрсе жақсылық деп есептеледі, біз солай есептейміз. Қазақстандағы қай нәрсеге көңіліңіз толмайды? Енді көңіл толмайтын үлкен мәселенің бірі біздегі мына қазіргі патриотизм жағдайының төмендігі. Кімнің шәкіртісіз, кімге ұстазсыз? Бірінші кезекте өз әкемнің шәкіртімін, өзімнің перзенттерінің ұстазым. Алғашқы махаббатыңызды неше жасыңызда жолықтырдыңыз? 20 жасымда, 20-21 жасымда. Ол кісі қазір қайда? Өзім жарым. Төрт жүрген. Ғалымжан Ілиясов үшін өмір сүру деген не? Өмірдің ақиқатын іздеу. Адамдардың деңгейін немен өлшейсіз? Адамгершілікпен. Әкімнің басты қаруы не? Білімі. Махаббат қашанға дейін өмір сүреді? Мәңгі. Әлемді құртатын ақымақтар депті бір орта ғасырлық философ. Әлемді тағы кімдер құртуы мүмкін? Ақылды ақымақтар. Сіз туралы айтылған ең қызықты пікір? Оның жауабын өздеріңіз беріңіздер. Осы тұрғыда бере кетейін. Ғалымжан ағаны сұхбаттасудан бұрын бірнеше адамдармен сұрастырып көрдік. 2 немесе 3 адамның берген жалғыз анықтамасы Ғалымжан аға мүлде пара алмайтын адам деп айтты. Біз үшін өте қызықты пікір. Сізге ең көп қойылатын сұрақ қандай? Білмейді екен. Көп сұрақ қойылады, бірақ ол бір бағытта емес. Басы жеңгеміздің үйге қашан келесің деген сұрағы десеңізші. Жеңгеңіз сұрамайды ол. Әдеттенген. Түсінікті. Ұстанымыңыз қандай? Жаңа айттым ғой, адамды өмірлік ұстаным бірінші кезекте адамгершілік болу керек шығар. Жақсы. Самалдыққа, балконға ту іліп көрдіңіз бе? Менің балконым жоқ. Балконым болса мүмкін ілер едім. Бәлкім жоғары жаққа пердеге. Енді мен жаңа патриотизм туралы айттым. Жақында ғана заңға өзгеріс өте дұрыс деп есептеймін. Себебі бұған дейін білесіздер, жаңағы балконға сіз кірген мемлекет тоңызуық заң бұзушылық болып кетеді. Енді қазіргі кезде мына патриоттық тұрғыдан пайдалануымыз біз бұл уже заң бұзушылыққа жатпайтын болды. Сондықтан бұдан былай жаңағы заңды бұзбай ілуге мүмкіндік алды. Қараш, заң өз алдына бір мәселе, әрине заң барлығымыз жүруіміз керек. Бірақ мен жақында ғана жаңа пәтерге көшіп бардым.
барған кезде төрге міндетті түрде пердеге Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын ілді. Сіз осы нәрсені дұрыс деп қабылдайсыз ба? Енді туды егер төрге ілсеңіз әрине ол енді барлық мәселе мынада ғой. Егер сіз ол туды біреуге көрсету үшін емес, егер сіз өзіңіздің патриоттық сезіммен ілсеңіз ол дұрыс. Егер біреуге мақтан тұтам мен осыны көрсетейін, мен мынандай екен деп бағалайтын болсаңыз ол дұрыс емес. Адамның кез келген істеген әрекеті түпкі мақсатына байланысты бағалану керек, мен түсінемін. Менің мақсатым қазір сізге де төрге ту ілдіру болады. Қалай қарайсыз? Жарайды, ертеңгісін әлеуметтік желіге бір рет жариялайсыз. Жоқ, мен енді сіз мені зерттеп көрсеңіз, әлеуметтік желіде мені мүлдем көрмеуіңіз де мүмкін. Мен мүмкін дегенше ол біздің іс-әрекеттерімізді саламыз, мен өзімнің салмауға әрекет жасаймын. Бірақ ол мен үйге ту ілген жағдайда оны біреу келген қонағым болмаса, әлеуметтік желіден ешкім көре болмайды. Жақсы, бізге суретін салып жібере аласыз ба, суретке түсіріп? Жоқ. Ол әрекет енді мақтану ретінде бағалануы мүмкін. Мен енді ол патриоттық сезімді мен өзімнің іс-әрекетіммен дәлелдеу керек. Жақсы, өте орынды, өте тапқырлықпен берілген жауап. Соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Поль Бректің методы голодания деген оқыдым. Анау адам жасы келгенге денсаулыққа көбірек көңіл бөледі. Арзан ақпарат деген не? Арзан ақпарат деген бұл түпкі мақсаты шындықты жеткізу емес, өзіне атақ жинау, пайда табу мақсатында жарияланған ақпарат шығар. Жақсы. Әкімдіктен нешінші қабатта кабинетіңіз сіздің? Екінші қабатта. Екінші қабаттан жерге қарап көрейікші, қазақ өзгерді ма? Қай кезімен салыстырған кезде? Жалпы. Кеңес одағының кезіне салыстырса, ол өзгерді адам. Кешемен салыстырып көрейік жарайды бүгінді. Эволюция солай үшін еді? бір күнде өзгерген көрген жоқ. Жақсы. Келесі жолы орныңызда кімді көргіңіз келеді? Дәл осы. Қызметін адал атқаратын адамды көргім келеді. Мысалы, айқынырақ енді бізге қараңғы ғой, сізді де енді танып отырмыз. Үшін осыған дейін Ғалымжан Ілияс деген өте бұлыңғыр кісі болған тұғын. Сіз атын ата деп отырсыз ба? Иә, әрине. Енді мен қазір атын атағаным ол дұрыс болмайды. Оның көп себебі бар. Қалай? Оның көп себебі бар деймін. Мүмкін орынға үміттеніп жүрген адам көп шығар. Мен қазір біреудің атауын айтсам, екіншісі өкпелеуі. Енді біздің аудан әкімінің аппаратының өзі бір басқа аудандарға қарағанда бір ерекшелігі аппарат тұрақты бізде кадрлардың жылжуы өте кең деген. Мен келгенім мысалы осы қызметке тағайындалғалы саусақпен санайтын адам ғана кетті. Негізінен бізде штат қойған кезде келді, тек штат қысқарған кезде адамдар ғана кетті. Ал өз еркімен осы аппараттан кетіп қалу жағдайлары өте сирек. Бізде бірінші жастар практикасымен мен қоғамдық жұмыспен келіп, одан кейін келісіп шартқа тұрып, сол жұмыста істеп, одан кейін жаңағы мемлекеттік қызметке өтіп, сонан ары қарай өсу жағдайымен жүреді барлығы. Менде қазір үш орынбасарым бар, 9 бөлім басшысы бар. Олардың барлығы мен ойлаймын осы жұмысына адал адамдар. Адал адамдар, енді қызметтеріне лайықты. Олардың барлығы қайсысы келсе де осы қызметті мен жақсартамын деп келетін азамат. Сондықтан мен оның ішіндегі анау адам келеді болмаса шеттен мынандай адам бар деп қазір біреуін атағаннан адам етуге дұрыс болмайды. Жақсы. Осы тізімге Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновті немесе Мұрат Әйтеновтің орынбасарларын да қосуға болады ма? Қызметін адал атқаратын адамдардың қатарына әрине. Ешқандай тырнақша жоқ. Жоқ. Енді кез келген адам бізде мынау құпия деген нәрсе ол бір өте нәзік нәрсе. Құпия. Бір адам өзі білетін болса ол құпия. Екі адам білген нәрсенің өзі де ол құпия болып саналмайды. Өйткені екі адам сұхбаттасып отырған адамда үшінші адамның естімеуіне ешкім кепіл емес.
қаланың әкімі келгелі бері ол кісінің іс әрекетінен бастап жұрттың бәрі білетін жер. Біз мысалы мен өз басым аудан әкімі ретінде бірде-бір рет солақай бір тапсырма беріп болмаса бір заңсыз әрекетке итермелеген кез болған жоқ. Бұл бір мен басшым болғаннан кейін мақтап отқан жағдайым емес. Бұған дейінгі де мысалы мен Дархан Аманбердиевичпен де жұмыс жасадым, Қайролла Рахматуллаевичпен де жұмыс жасадым. Ол кісілердің ешқайсысы осы бір заңсыз бір нәрсеге итермелеген кез болған емес. Енді ол біздің қаланың бағы шығар, сондай азаматтардың осы қаланың басшылық жасағанымен ұзақ қызмет істеген азаматтарды айтып жатырмын мен ол кісілердің жаңағы қалада жаңағы бір кішкене жұмыс істеп нәтижесін көрсетуге мүмкіндігі болған азаматтар. Сондықтан бұл қазіргі мына уақыттың талабы да адамдардан бірінші кезекте тазалықты талап етеді. Одан кейін білімділік пен іскерлік талап етеді. Егер сіз ол дәрежеде ондай қасиеттеріңіз болмайтын болса, сіз онда ол қызметті атқарамыз. Жақсы. Осы сұрақтың ережесі бойынша сіз айттыңыз, мемлекеттік қызметкер жалпы адал азаматтың кез келген көруді қалаймын дедіңіз. Енді сіз біз қолға салған күні өзіңіз дәл осы орынға лайықты деген адамдар шақырып беруіңіз керек болады. Түсіндіре алдым ғой? Иә. Қолыңыз. Мен онда сізге бір адам емес, көп адам жіберемін ғой, сіз қайсыбірімен сұхбаттасыз? Барлығымен. Сіз лайық көрсеңіз барлығымен. Жақсы. Бізге өте қызық, әрине Шымкент қаласының әкімі өте сабырлы кісі, әлеуметтік желіде де өзінің тікелей эфирге берген сұхбаттарынан да аңғарып жүрміз. Шымкент қаласының әкімін үш сөзбен сипаттап беріңізші. Жаңа айтқаннан бөлек. Енді нақтылығын айтсақ болады. Нақтылық. Уақытын бағалайтын азамат. Одан кейін болашақты болжап жұмыс істейтін азамат. Осы үш қасиетті айтуға болатын шығар. Көп адамның, әр адамға біз көп қасиетін айтуымыз болады, бірақ жаңа сіз үш қасиет дегенде осы үшеуін айтуға болатын шығар. Керемет. Шымкенттің интеллектуалды жастары деп кімдерді атар едіңіз? Еліміздің болашағына үлес қосатын жастарды айтамын. Кез келген елдің болашағы үшін үлес қосу. Жақсы. Ең соңғы сұрақ. Бүгінгі жобаны үш сөзбен сипаттап беріңізші. Бәрі үш сөзге келіп қосады екенсіздер. Жақсы, 4 сөз. Жоқ, мейлі үш сөз болса үш сөз. Үш сөз болатын болса, онда енді бірінші сөзіміз жастар шығар, енді ақырын алып. Бағдарламаны өзі осы бағытта болған екен. Екінші ашықтық. Үшінші шынайылық. Рахмет. Құрметті Ғалымжан мырза, ашықтығыңыз бен шынайылығыңыз үшін бүгінгі жастардың қолға салған кезде көңілін қимай, елін болу мақсатында келген үшін сізге үлкен рахмет. Олай болса біздің жобаның атынан кішкене сыйлық бар, қабыл алыңыз. Уайымдамаңыз, тек барлығы заң шеңберінде. Бұл нәрсенің құны 2 теңгеден жоғары емес, жобаның атынан кішкене естелік қабыл алыңыз. Қазір заңға өзгеріс енді, ол жаңағы 2 теңге деген нәрсені қазір алып тастаған. Кез келген алған сый, ол жаңағы пара ретінде бағаланады. Қазір рамкасын алып қоямыз, фотосын қатаң саласың. Жақсы, рахмет. Мен бұны жаңағы бізде госимущество бар, сол арқылы сатып аламыз. Ол заңды болады. Бір аптаның өмірінде. Әрине. Қарай беріңіз. Қараймыз, түсірем. Тағы. Жақсы. Отырыңыз, жобаны қорытындылай берейік. Бір қызық нәрсе айтайын аға. Осы уақытқа дейін жобада сіз қателеспесем 13-ші қонақ болып келдіңіз. 13 қонақтың барлығы бізде халықтың қалтасы деген кішкентай ғана жоба бар. Осы жобаның ішінде 20 сөз, 17 сөз, 10 сөз, 7 сөз, орысша сөз қосады. Бұл тіл тазалық үшін өте маңызды деп есептеймін. Сіз ең қызығы жалпы біздің 40 минутқа жуық сұхбатта тек 5 қана орысша сөз пайдаланыңыз. Оның біреуі так деген сөз, екінші свет деген сөз. Әрине айтса 5-еу. Қорыта айтқанда сіз халықтың қалтасына 500 теңге қаржысыз. Әр сөз үшін 100 теңгеден. Мен кәсіби болдым білесіз. Жақсы.
Жақсы, олай болса жобаның өзін қорытындылай жіберіңіз. Енді мынау жай патриоттық туралы айттым ғой. Елбасы да мына үнемі айтқан біздің болашағымыз жастардың қолында деп, оның бәрі бекер әңгіме емес. Біз жастардың, мен бағана айтқан әңгімем ол қандай болса да елдің патриоты болғанын қалайтын екен. Себебі қанша білімді болса да, қанша іскер болса да, егер тек өзінің пайдасын ғана ойлайтын азамат болса, елге пайдасы тимейді. Сондықтан біздің патриот жастарымыз көп болуын қалайтын. Тілегіміз мына сіздерге жастар болғаннан кейін. Одан кейін білімге құштарлық, жаңалыққа құштарлық, соның ішінде мына әлемдік дәрежедегі деңгейдегі мына білімге сіздерге құштарлық тілейтін. Себебі біздің Қазақстан бұл өзінің жерімен әрине бай, табиғатымен өте бай. Бірақ кез келген мемлекеттің ең үлкен байлығы бұл оның адамдар. Сондықтан біздің егер адамдар сол жердің патриоты болатын болса, сол жердің жаңа табиғатын дұрыс пайдаланатын болса, жер қойнауын дұрыс пайдаланатын болса, біздің болашағымыз жарқын болады, кемелді болады. Еліміздің ата-бабамыздың арманы шындығында мәңгілік ел болады. Сіздерге соны тілеймін. Жақсы, рахмет. Құрметтілер, олай болса бүгінгі біз жастардың айтар бар жобасының 13-ші шығарылымын осымен қорытындылаймыз. Бүгін бізде сұхбат берген еңбекші ауданның әкімі Ғалымжан Ілияс мырза. Құрметтілер, олай болса келесі жолғы жобада кездескенше қош сау болыңыздар.